Селем алейкум, урметлі серджелер. Бу UATV студияда Украина хаберлері. Бүгін февральның 27-сі салы күні. Украина баш прокуратурасы 2015 сенесі январь айында Мариупольге қаршы açылған атеш бойынша Русияның уч забиті ве Донецк арби бөліклерінің бір үжіретлі әскеріне ғияби суретте төмет білдірді. О вақыт Шарқи микрорайоны Мескен mahallеріне açılған топ атеші нәтижесінде 30 инсан әлі қолған еді. 119 адам яраланды. Тақиқатның мәліматына бинаен, о вақыт олар ишғалжилерінің айры атыжылар корпусының әркеніне кірейді. Шәкленген шахысларға низбетін баш прокуратура махсус махкемеден әвел тақиқатны башлатты. 3 ел әвелсі Москва мерkezінде Русия саясатчысы ве мухалифы Борис Немцов дорт атыштан öldürülген еді. Вақа мухалифетнің планаштырылған весна юрышынден бір күн әвел әмді Путин ве Женк марузасының ашкар етілмесі огынде олған еді. Оз марузасында о Русия ордусының Донбасс Женкінде иштирак еткенini таздықлайжақ еді. Немцов Русия ватан первері ве айны вақытта Украина досты оларақ адланған Русия саясатчыларынден бірі еді. Украина тышқы ишлер назерлігі Закарпаття мажарлары бірлігінің офисының аселет атешке берілмесіні ве Ужгородта медетлері ранее фретінің доғыртуыны такбих еті. Бұны UATV телеканалынан назерлікнің спикері Марьяна Бетса білдіре. Оның сөзлеріне көре назерлікте бұл вақада Русия изі бар олғаныны тұшынелер. Офисті янгын бұге жету ташқан еді. Мукачева Ноқтанет нешірі қанун құройжы органларды кемен баларына әсасланып, бинанын 25 квадрат метрінің янгыныны білдіре. Янгындан әвелесе бина янында патлав олған еді. Безперечно, рішуче засуджуємо такі ганебні провокації, напади. Бу кеби айып тариклерны, мили азыкларның биналарына уҗумлерны катиен тагбых етеміз. Bunun или нефрет ве милитлер аразидиетлерны докуртмак үчүн мили азлыклар мәселесенин вастаулара кулланылмасыны да тагбых етеміз. Тышкы эшләр назирлеге эм тышта, эм Украинада да милитлер аразидиетлердин мейданга чыкмасына каршылык күстөрүп, мемлекет вазиятыны кергелештирмеге изин бермес. О украинлерінің сияси тақыплері ақында форумда тақдим етілген Кремль мобюслері сәрлевалы весеқалы фильм тариф еті. UATV ве Украина хабер сиясеті назерлігінің умуми лейхасыдыр. Фильмде Қырым татарларының етекчелері Тевқифтен кечкен Илми Умеров ве Ахтем Чийгознын екейлері анлатыла. Фильм қараманлары арасында дегер сияси мобюслерінің туғанларыны да бар. Фильм дорт тілге тәржеме етілген Украин, Қырым-татар, араб ве инглиз тілдеріне. Украин территориясыны ишғал еткен аледа сесетке ойнаған Русия бар. Ақиқатын есе инсанларының тағдырлерінен ойнай. Иш бұ тағдырлер ақында фильм. Инсанлардың қасиветлері Украинаның оларына қорчалай жағына үмітлері ақында фильм. Наша задача была в том, Вазифемыз бутун будешетны там оларах көстермекеді. Бу қадар. Менің жиялны солай атқаныны білген Украинды гілді халқара серджіді бу фильмнің эса серджісі ола. Чүнки біз бу фильмде Кремль ишғалінің ақыбетлері, Кремль мобюслері ақында тәфсиратлы шекілді тариф етеміз. Ишгалде қалған қырымлылар еле бірдемлік митингі Киевде кечірілді. Мұстаққылық мейданында юзлерде Қырым татар ве Украин топланды. Әллерінде Украин ве Қырым татар байрақларыны әмді Қырым сияси мобюслерінің портретлеріні көрмеге мүмкін еді. Бұ кебі акциялар тек Киевде дегілді, Украина ве дүнияның дегер шәрлерінде де кечті. 26 февраля – это тот день, когда... Февраль 26-сы Қырымда Украина үкіметні темсил еткен жиней акимиетінің өз девлеті, мемлекеті, халқына хайынлік япқан күнудыр. Русия кефлерінде мұқтекерлік етіп, ишбу акимиет душман девлеті Русияге ватанымызның қапыларыны ачқан еді. Я тут тримаю фотографії хлопців, автомайданівців наших. Мен автомайдан иштиракчылары Қырымлыларының фотосуретлеріні тутам. Бу Вася ишғал башланмасындан сон аккера қайып олған еді. Олежка Сенцов нерде болғанны әпіміз білеміз. Өзім де Қырымлым. Bizimkilerge de, Ruslarga da, kahramanlarımız hakkında unutmağanımızını göstermek için geldim.
Луганск янында ярлашкен Украин арбийлерінің мевзімлері ағыр мені граната, топлары, пулеметлардан açılған атеш астында қалды. Русия işgalcilері ағыр топлардан Луганск велееті пидлесіне қасабасына атеш açты. 152 миллиметрлі мермі мескен евге урды. Нәтижеде евнің темелі ве дамы бозылған. Пенжере жамлары сынған. Мудафа назерлігінің малюматына көре ерлі әлі арасында зарар көргенлер yok. Кайдетілгені кебі атеш вақтынже işgal етілген Первомайск тарафындан açılды. Минск анлашмаларында ясақ етілген мина топларына женкеверлер Донецк велееті Писки районында да куланды. Умумен кечкен күн девамында Донбасста 3 Украин арбии яраланды. Шарқи Гута районы февральның 18-ден итибарен үкімет ордуларының ұжымы астындадыр. Кеченлері БМТ телекүсізлік шурасы Сүреде 30 күнлік атыш тоқтатуыны талап еткен бейаннамені бір ағыздан қабул етті. Қарарыны қабул етмек үшін екінші интылув еді. Февральның 22-сінде весиқаның бір сыра мадесі еле разы олмаған Русия рейберовны блок еткен еді. Сүрияның незарет мерkezінің малюматына көре Сүрия үкімет күчлерінің Русияның дестігі еле япқан ава үжімлері нәтижесінде Шарқи Гутада бір афта içinde 513 инсан әлі қолды. Оларының арасында 127 бала. 2000-ден зияды инсан яраланған еді. Урметлі серджилер, бұда қықаға бұ сонки хаберіміз әді дадачы хаберлерні сізлер Facebook ичтимай ағында МД сайтымызда көре білесіңіз. UATV-ле олыңыз сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.